Ертеде бір шағын қалада кедей бағбан өмір сүріпті. Ол гүл өсіруді жақсы көретін, бірақ байлығы болмаған. Күндердің бір күнінде ол саябақтағы ескі ағаштың түбін қазып жүріп, ішінен алтын түсті кішкентай тұқым тауып алады. Бағбан оны үйіне алып келіп, шағын қыш құмыраға отырғызады. Күн сайын су құйып, сөйлесіп, күтім жасайды. Бір апта өтпей жатып, тұқымнан таңғажайып гүл өсіп шығады. Жапырағы жасыл, сабағы нәзік, ал гүлдің өзі жарқыраған алтын роза екен. Бұл жаңалық қаланы шулатады. Сараңбайлар мен саудагерлер бағбанға келіп, алтын гүлді бізге сат, бағасын өзің айт, деп жалынады. Бірақ ол, бұл гүл сату үшін емес, мейірім үшін өсіп тұр дейді. Бір күні қалаға қатал мінезді Ханшайым келеді. Ол гүлдің даңқын естіп, өз көзімен көргісі келеді. Бағбан оның қолына алтын розаны ұсынады. Ханшайым гүлге қараған сәтте, роза жеңіл жарқырап, оның мұздай жүрегін жылытады. Ханшайымның көзіне алғаш рет жас келеді. Бұл гүл менің жүрегімді емтеді, дейді ол сыбырлап. Қалай ақы төлесем болады? Бағбан күлімдеп, бұл гүл ешқашан сатылмайды. Ол тек жақсы сөзге, жылы жүрекке, қайырымға ашылады. Ханшайым ұзақ ойланып, ендеше мен халқыммен жұмсақ болуға ант етемін. Егер мейірім көрсетсем, мына гүл өмір бойы солмай ма? Деп сұрайды. Бағбан басын изейді. Содан кейін Ханшайым елге жайлы заң шығарып, халыққа қамқор бола бастайды. Ал бағбанға ризашылығы ретінде үлкен гүл бағын салып беріп, оны патшалықтың басты бағбаны етіп тағайындайды. Ал алтын роза сол бақтың ең ортасында мәңгі жарқырап тұрыпты.